Қайырлы күн қазақ елі, сіздермен әдеттегідей мен Эраха қазақтың блогері. Менің арнама достар қош келдіңіздер. Және менің видеомды қарап отырғандарыңыз үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Алла барлығыңызға разы болсын. Достар, бұл видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі дәл қазір мен барлығыңызға қажетті, барлығыңыз қалайтын өте қызықты, өте маңызды біліммен және ақпаратпен бөлісетін боламын достар. Осы видеоны соңына дейін қарауға және де егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуға кеңес беремін достар. Және ендеше мен бастаймын. Жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы достар, қалай тез ақша табуға болады, немесе жалпы қалай ақша табуға болады. Негізінен достар, бұл әрбірімізді мазалайтын сұрақ. Кез келген адам қаржы тапқысы келеді және оны ата-анасына, өзіне жалпы жақсы жолға жұмсағысы келетіндігі анық достар. Және сол үшін мен сіздерге өз біліміммен бөлісіп, бірнеше кеңес беретін боламын. Бұл кеңестерді мен өзім білім алып жатқан Шомбай онлайн университетінен алдым, және ол университетті жалпы құрған, негізін қалаған қазақстандық атақты кәсіпкер Қуаныш Шомбай екені барлығыңызға белгілі. Ендеше сол университеттен алған білімді мен сіздермен дәл қазір бөлісетін боламын достар. Ендеше кеттік достар. Жалпы қалай тез ақша табуға болады? Дәл мына жерде мен қазір 5 түрін соның жазып қойдым. Және егер осы 5 түрін сіздер мұқият тыңдап, соңына дейін видеоны қарап, жақсылап білімді меңгеретін болсаңыздар, тез ақша таба алатындарыңызға мен сіздерге сөз беремін достар. Ең бірінші тез ақша табудың жолы бұл артық затты сату достар. Кез келгеніміздің үйімізде қолданбайтын, қажеті жоқ заттардың бар екендігі анық. Ол кітаптар болуы мүмкін, басқа да аксессуарлар болуы мүмкін, және де тұрмыстық тағы басқа көптеген заттарды кейде біз қолданбай, ол сол бір орында тұрып қалады. Сондай заттарды достар өзіміздің таныстарымызға бүгінгі заманда көптеген WhatsApp группалары бар, Telegram каналдар бар. Сол арқылы әртүрлі адамдар отыратын жерлерге шығару арқылы, яғни интернетті қолдану арқылы, немесе өз таныстарыңызға хабарлау арқылы артық затты сата аласыздар достар. Артық заттың әрбір қазақтың үйінде бар екеніне мен 100% сенімдімін. Және де егер сіздер сол артық затты сататын болсаңыздар, онда тез ақша табатын ең бірінші жол, керемет жол осы деп мен сіздерге айтамын достар. Және де мен кеңес беретін екінші кеңес бұл қажеті жоқ затты жалға беру достар. Жалпы бұндай іспен бірнеше адамның айналысқанын мен көргенмін. Әсіресе студенттердің арасында кітаптарды өздері оқып қойған және де енді қызық болмай қалған кітаптарды жалға беретін студенттерді мен кездестіргенмін достар. Сіздер де егер үйлеріңізде қолданылмайтын заттар немесе өздеріңіз бұрын қолданған қазір қажеті жоқ заттар болса, соларды интернет арқылы немесе басқа өзіңіздің таныстарыңызға айту арқылы ол заттарды жалға беріп ақша тапсаңыздар болады достар. Жалпы бұл екінші кеңесте негізінен достар көптеген жас студенттер, жас адамдар көп ақша тауып жатыр деп айтсақ болады. Әсіресе қалада роликтерді, скейтбордтарды, немесе тағы басқа сондай велосипедтерді және тағы басқа заттарды жалға беру арқылы адамдар өте жылдам арада ақша тауып жатыр достар. Егер сіздің де үйіңізде өзіңіз айдамайтын велосипедіңіз, скейтбордыңыз, бұрын алған және қазір тұрған роликтеріңіз болса, онда соларды жалға беру арқылы тез ақша тапсаңыздар болады достар. Және үшіншісі бұл әлеуметтік желіде жылдам қызмет түрін ұсыну достар. Жалпы әлеуметтік желіде жылдам қызмет түрін ұсыну негізінен бұл тез арада жұмыс істеп ақша табатын іс болып табылады достар. Яғни бұл жерде сіздер мәселен репетитор болып, балаға қарап, немесе тағы басқа да адамдарға қажетті олардың бір қызметін өтеп беріп, сол арқылы жылдам ақшаны таба аласыздар достар. Және егер дәл қазір OLX-ке немесе тағы басқа маркет кезет секілді жарнама алаңдарына кірсеңіздер, бұндай қызметті қажет ететін адамдар өте көп. Бұл жылдам ақша табудың үшінші жолы достар. Жылдам қаржы табудың төртінші жолы ретінде интернет арқылы ақша табуды мен сіздерге ұсынамын достар. Жалпы негізінен интернет арқылы ақша табу бұл өте тиімді.
мынаны да, мынау барлығын интернетке шығарсаңыздар, жалға берсеңіздер, өздеріңіздің қызметтерін ұсынсаңыздар да, интернетті қолдану аса маңызды достар. Мен сіздерге өзімнің тәжірибемді айта кетейін. Мен Алматы қаласында былтыр студент болып жүрген уақытымда Қытайдан нанопленка деп аталатын бір затты заказ арқылы алдырдым. Және оны интернетте ешқандай қаржы салмай-ақ, тек қана WhatsApp группалары және Telegram каналдар арқылы, интернет арқылы сол затты сатып, шамамен 1-2 күннің ішінде 10 мыңға жуық ақша тапқанмын достар. Достар, бұл менің тәжірибем, және сіздерге де интернетті пайдалануға мен қатты кеңес беремін достар. Жалпы тез ақша табудың 4-5 жолы бұл қолөнер бұйымдарын жасап сату. Кез келген адамның бұған жалпы ебі, қабілеті жете береді деп мен айтпаймын. Дегенмен, егер сіз соған қызықсаңыз, сіз соны жасай алсаңыз, онда бұл жол сіз үшін өте тиімді достар. Жалпы интернетте бүгінгі таңда қолдан зат жасаудың көптеген механикалары, көптеген жолдары көрсетілген достар. Соларды интернеттен, YouTube желісінен көріп алып, өздеріңіз қолдан жасап, және сол затты сатуларыңызға болады достар. Бұл 5 кеңес мен өзім Шомбай онлайн университетінде оқу арқылы алған білімім, және соны сіздермен мен бөлістім. Егер осы 5 жолды сіздер пайдаланатын болсаңыздар, онда тез қаржы таба аласыздар достар. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Себебі менің каналымда жалпы ақша табу жайлы, қандай жолдармен табу жайлы, және де кәсіпкерлермен, шағын және орта бизнес өкілдерімен сұхбаттар, сондай-ақ сіздерге қажет, жалпы қазақ қандастарыма қажет пайдалы видеоларды мен сіздерге көптеп достар салып тұратын боламын. Егер видео ұнаса, видеоның астына жалпы сіз өзіңіз қалай тез ақша табудың жолын білсеңіз, соны жаза кетіңіз, және де менің ұсынған кеңестеріме өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Және де егер видео ұнаса, лайк басып, тағы да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Менің YouTube арнаммен бірге болуды мен сіздерге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған мен Эраха, қазақтың блогері. Үлкен рахмет достар.